Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Сіздермен бірге жалпы тәжірибе дәрігері Қуанбек Бақытханұлы. Бүгін біз талқылайтын тақырып артериялық гипертензия, яғни қан қысымының жоғарылауы туралы айтатын боламыз. Бізде қазіргі кезде ең жиі кездесетін ауқымды аурулардың бірі болып келеді. Мен сіздерге осы видео арқылы полный ақпарат беремін деп айтпаймын, өйткені ол өте ауқымды, оны айтып бір күнде түсіндіру мүмкін емес жағдай. Мен сіздерге ең маңыздыларын айтам, және соны өздеріңіз көріп, керек жерлерін сақтап алсаңыздар болады. Жалпы бізде артериялық қан қысымының жоғарылауы дегеніміз не деп айтатын болсаңыздар, қан қысымының, яғни 140-90 мм сынап бағанасынан жоғары болған кезде бізде артериялық қан қысымы диагнозы қойылады. Сіз мысалы любой поликлиникаға бардыңыз, немесе аптекаға бардыңыз, или бір туысқаныңыз келіп қалды, сіз давлениямды өлшеп беріңізші деп өлшетесіз. Сол кезде егер 140-90 мм сынап бағанасынан жоғары болса, онда уже сізде қан қысымы бар деп есептеледі, және ары қарай тексеруді қажет ететін болып келеді. Бізде жалпы артериялық гипертензияның 3 дәрежесі бар, бірақ соңғы зерттеулерге сүйенетін болсақ, қазіргі кезде уже дәрежелерін қоймайды, тек артериялық гипертензия деп қойып жатыр. Бұрынғы кездегі бізде жіктелуі бойынша бірінші дәрежелі қан қысымы, екінші дәрежелі қан қысымы және үшінші дәрежелі қан қысымы болып бөлінген. Ол мысалы қалай дейтін болсаңыздар, біріншілікті дәрежелі қан қысымы дегеніміз бізде систолық қан қысымы 140 пен 159 аралығында болса, ал диастолық қан қысымы бізде 90 мен 99 аралығында болған жағдайда бізде біріншілікті дәрежесі қойылған. Ал бізде екіншілікті дәрежесі деп, ол уже 160-тан 179-ға дейін, ол бізде систолық қан қысымы, ал диастолық қан қысымы бізде жаңағы 100-ден уже 109-ға дейінгі аралықта болғанда бізде екіншілікті дәрежелі қан қысымы қойылған. Ал үшінші дәрежесі уже 180-нен жоғары систолық қан қысымы, ал диастолық қан қысымы бізде 110-нан жоғары болғанда үшінші дәрежелі қан қысымы деп қойылған. Если бізде уже 200-ден жоғары болып кеткен жағдайларда бізде гипертониялық криз деп аталады. Ол өзі бөлек тақырып, оны бөлек уже талқылау керек болады. Жалпы бізде екінші айтатын жағдайымыз, қандай қауіп факторлары бар осы қан қысымының дамуына әкелетін негізгі себептер. Ең біріншісі бізде ол тұқым қуалаушылықтан болады, яғни генетика арқылы беріледі деген сөз. Мысалы сіздің ата-анаңызда немесе туыстарыңызда, ата-әжелеріңізде бұрын қан қысымы болған болса, ол тұқым қуалап ұрпақтарына берілуі мүмкін. Ол бірінші қауіп факторы. Екінші бізде темекі шегу тоже осы қан қысымының жоғарылауына әкеледі. Үшіншісі дұрыс тамақтанбау. Төртіншісі бізде семіздік, яғни қант диабеті кезінде тоже осы қан қысымының жоғарылауы болады. Өте маңызды факторлардың бірі бізде стресс, уайым болып келеді. Әртүрлі енді жұмыс жағдайында болуы мүмкін, немесе отбасылық жағдайларға байланысты болуы мүмкін, немесе жеке өміріндегі әртүрлі жағдайлар осы бізде қан қысымының жоғарылауына әкеледі. Қандай бізде клиникалық белгілері болады, қалай анықтасақ болады? Ең біріншісі бізде қан қысымы көтерілген кезде бастың ауруы болады. Основной осы қан қысымы көтерілгенде шүйде аймағында ауырсыну болады, және көздің көруі нашарлайды, құсқыңыз келуі мүмкін, немесе көздің көруінің нашарлауы мүмкін, жүрек тұсының ауруы мүмкін, бастың қатты ауруы болады кейбір жағдайларда, кейбір жағдайда бас ауруы болмауы да мүмкін. Кей жағдайда болады, адам әшес сезбейді, только және бір себептерден келіп қалған кезде өлшегенде уже давлениясының көтеріліп тұрғанын көреміз. Жалпы біз қалай бұны диагностика жасаймыз және оны қалай емдейміз? Жалпы біз диагностикада ең біріншісі давленияны күнделікті өлшеу керек. Егер сіз дәрігер болсаңыз, пациенттерге күнделік жүргізуін ұсыныңыз. Осы бір немесе 2 ай көлемінде күнделік жүргізсін.
сол аралықта егер минимальный уақыт десеңіз, хотя бы бір апта күнделік жүргізу керек. Сол аралықта өлшеп отырып, пациент сізге дәптерді ұсынады, күнделікті жазып отқан. Соған байланысты уже қай уақытта қан қысымы көтеріледі, қандай лечение қолдану керек, немесе ары қарай зерттеу жолдары қандай болу керек, соны шешесіздер. Жалпы бізде одан кейін ең маңызды зерттеу ол бізде анализдар. Анализдардан көбінесе біз жалпы қан анализі, жалпы зар анализі және биохимиялық анализдарды осы кезде тексереміз. Бұл жерде основной бізде липопротеидтарға қараймыз, холестеринге қараймыз, креатинин, мочевинаға қараймыз. Не үшін? Ол жерде ең біріншісі зат алмасу бұзылысы бар ма, соны білуіміз керек. Екінші бізде не үшін біз креатинин, мочевинаға деп отырмыз, ол жерде бүйрек қалай жұмыс жасап жатыр, соны біз білуіміз керек. Егер креатинин, мочевина жағында изменение болса, онда бізде күдік болуы мүмкін. Бұл кісіде уже бүйрек жағынан проблема бар, яғни сол жағын емдеу керек, немесе соны зерттеу керек деген сияқты. Ал біз не үшін липопротеидтерді анықтаймыз? Бұл жерде холестерин өте маңызды, жаңегі зат алмасу, яғни майлардың дұрыс сіңуі, олардың дұрыс таралуы, соларды да білуіміз керек. Одан кейін ең маңызды бізде бұл жерде аспаптық зерттеулер, оның ішінде жүректің УЗИ жасалады, кардиограмма жасалады, потом бізде холтер немесе смат деген аппараттар арқылы біз осы қан қысымы диагнозын қоямыз. Жалпы емдеу жолы қандай болу керек? Ең біріншісі біз бағанағы осы именно бізге қан қысымына әкелген себепті жоюымыз керек. Егер сіз себепті жоймасаңыз, тіпті миллион дәрі ішіңіз, или болмаса қаншама система алыңыз, оның әсері босқа болады. Не үшін дейсіздер? Мысалы, сіз көп уайымға салынатын адамсыз, былай айтқанда, қарапайым тілде. Сіз күнделікті стрессте жүресіз, немесе әртүрлі отбасылық жағдайларыңыз болуы мүмкін. Енді әртүрлі жағдайлар болады ғой адамның басында. Егер сондай жағдай болып, сіз таблетканы іше беретін болсаңыз, давлениеңіз түспесе, ол наоборот осы дәрі кері әсерін беруі мүмкін. Сол үшін ең бірінші жағдай, бізде егер зиянды әдеттермен айналысатын болсаңыз, темекі шегетін болсаңыз, темекіні тастау керек, ішімдік ішетін болсаңыз, ішімдікті тастау керек. Одан кейін екінші жағдай, бізде тамақтануды реттеу керек, яғни дұрыс тамақтану жолдарын ұсыну. Одан кейін бізде күнделікті тұздың мөлшерін осы кезде тоже шектеу керек болады. Қан қысымы бар адамдарға көп тұз жемеген пайдалы болып келеді. Себебі тұз бізде осы тоже қан қысымының жоғарылауына әсерін береді. Одан кейін семіздік болса, сол семіздіктен арылу жолдарын қарастырып, және дұрыс тамақтану, зат алмасуын реттеу деген сияқты сол шаралармен күресуіміз өте маңызды. Одан кейін бізде генетикалық болса, енді сол тұқым қуалаушылық бойынша зерттеп, ары қарай уже дәрігердің тағайындауы бойынша ем аласыздар. Енді ең маңызды бізде бұл жерде айта кететін жағдай, көп науқастар келеді, мысалы қан қысымы 200-ге дейін, 180-ге дейін, кейде 300-ге дейін көтерілген жағдай болған, практикада кездесіп жатады. Даже кейбір адамдардың ең қорқынышты жағдай осы қан қысымын сезбей жүретіндер де бар. Сол үшін міндетті түрде әр үйде болу керек нәрсе, бізде қан қысымын өлшейтін тонометр міндетті түрде болу керек. Алғашқы көмекті көрсететін дәрі, оған бізде каптоприлді қарапайым жатқызсақ болады. Сол дәрі міндетті түрде әр үйде болу керек. Себебі любой уақытта көтеріліп қалуы мүмкін қан қысымы. Сол кезде сіз алғашқы көмекті көрсете білу керексіз. Біз каптоприлді қалай қолданамыз дейтін сұрақ болса, каптоприл бізде тілдің астына қойылады, ешқандай тістемейсіздер, шайнамайсыздар, жемейсіздер. Тілдің астына саласыздар, соның еруін күтесіздер. Сол арқылы 15 минут күтіп, 15 минуттан кейін қайтадан өлшейсіздер. Егер түсетін болса давление, онда ары қарай уже науқасты поликлиникаға жіберіп, өзінің тіркелген жері бойынша сол жақтан нақты зерттеулерден өтіп, диагноз қойылуы керек. Ары қарай уже қалыпты базисный терапия дейді, күнделікті ішіп жүретін дәрілер тағайындалады. Ал егерде
жаңа каптоприл бердіңіз, одан кейін давление 15 минут ішінде түспей жатыр, онда міндетті түрде скорый шақырыңыздар. Егер түнгі уақыттар болып жатса, немесе демалыс уақыттар болса, ал егер жұмыс уақыттары болса, өзіңіздің жергілікті дәрігеріңізге хабарласыңыз, немесе сол поликлиникаға барып, ары қарай уже соны зерттегендеріңіз дұрыс болады. Бізде каптоприл қолданылмайды. Кімдерге? Оны да ескеріңіздер. Кейбір жағдайда болады, каптоприл деген естіп алады адамдар, бүкіл адамға беріп шығады. Ол өте қате нәрсе. Себебі бізде жүкті әйелдерге каптоприлді қолдануға болмайды. И балаларға каптоприлді тоже қолданбайсыздар. Осыны ұмытпаңыздар және естеріңізде сақтаңыздар. Жалпы бізде артериальный гипертензияда основной біріншілікті терапия, немесе двойная терапия деген қолданады, немесе тройная терапия деген бар. Оның бәрі бізде жалпы клиникалық белгілеріне и инструменталды зерттеулеріне байланысты уже зерттеліп болғаннан кейін дәрігердің тағайындауы бойынша жүргізіледі. Сол үшін үй жағдайыңызда әртүрлі, мына көршім берді деген тоже дәрілер ішіп жатады, ол дұрыс емес. Ол көршіңізге тағайындалған дәрі сізге кері әсерін беруі мүмкін. Сол жағында тоже ұмытпаңыздар. Міндетті түрде қан қысымыңыз көтерілсе, бірден тіркелген жеріңіз бойынша дәрігеріңізге барып тексеріліп, былайша айтқанда, адекватный терапия дейді ғой, сондай алғаныңыз дұрыс болады. Ертең сіздің өміріңізге зиян әкелсе, ол көршіңіз ол кезде сізді құтқарып қала алмайды. Қазір көп жағдайлар өзіміздің практикада да болып жатады. Көршім мынандай дәрі ішіп жүр екен, мен соны іше салдым деген сияқты. Бірақ ол мысалы сізге әсер етпеуі мүмкін. Ол көршіңізде басқа бір себептер болуы мүмкін. Мысалы бүйрек жағынан болуы мүмкін, немесе стресс жағынан болуы мүмкін. Ол кісінің лечениясы бөлек болады. Сол үшін міндетті түрде поликлиникаға барып тексеріліңіздер. Жалпы бүгінгі айтатыным осы. Лайк басып, қолдап, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Тағы да көптеген ақпараттар бөлісетін болам. Егер керек десеңіздер, гипертониялық криз деген бар, сол туралы келесіде айтып бере алам. Одан кейін алғашқы көмекті қалай көрсету керек, қалай қан қысымын дұрыс өлшеу керек, сол туралы да алдағы уақыттарда видео салатын болам. Комментария жазып, қолдап, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер.